Жас буын ел болашағының ертеңі. Бүгінгі оқушының 21 ғасырда өмірдің барлық салаларында табысты болу үшін мектептің алатын орны ерекше. Әр адамның алдына қойған мақсаты, шығар биігі, әр жұмыстың нәтижесі, табыстылығы бар. Балдырған бастауыш сынып бірлестігі өз жұмыстарының табыстылығына жету жолын табыс кілті моделі арқылы ұсынады. Табыс кілтіне жетуге 7 қадам арқылы қол жеткіземіз. Бірінші қадам – бірлестік жұмысының тақырыбы мен мақсатын айқындау. Оқу-тәрбие үрдісінде инновациялық әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, оқушылардың танымдық, шығармашылық, икемділік қабілеттерін дамыту. Екінші қадам – өзектілігі. Тұжырым жасай білген адам алдына мақсат та қоя біледі. Үшінші қадам – жаңалығы. Білім алушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау. Оқушы өзін және өзгені тең бағалауды үйренеді. Білімнің деңгейін саралай алады, алға ұмтылады, жақсы жетістікке жетуге тырысады. Төртінші қадам – тәжірибенің маңыздылығы. 7 модульді сабақта ықпалдастыра қолдану оқытудың сапалылығы мен тиімділігін арттырады. Бесінші қадам – оқушы дауысы. Мен осындай жаңа типті мектепте оқып жүргеніме өте қуаныштымын. Өз мектебімді әрдайым мақтан етемін. Роботтың түрлері өте көп. Олар әр салада пайдаланылады. Мысалы, емханада адамның іш құрылысын тексеріп, оған жоғары дәлдікпен операция жасау үшін робот көмектеседі. Мен IT сабағын жақсы көремін. Білім ленттегі сабақтар бізге ұнайды. Мектептегі тапсырмалар бізге өте қызықты. Алтыншы қадам – сыныптан тыс іс-шаралар. Бұлақ көрсең көзін аш дегендей, бұл жұмыстар шәкірт бойындағы таланттылық пен қабілеттілікті шыңдай түседі, патриоттыққа баулиды. Бала жан дүниесін рухани қазыналармен байытады. Жетінші қадам – табыс кілті. Мұғалімдер мен оқушылардың жеткен жетістіктері мен марапаттары. Халықаралық, республикалық, қашықтық олимпиадалар мен облыстық, аудандық олимпиадалар мен байқау жүлдегерлері біздің еңбектеріміздің жемісі. Жауапкершілігі мол, адал да мейірімді, әділ де парасатты, рухани дүниесі бай педагогтар ғана балаға білім мен тәрбие беріп, оның жан дүниесіне әсер ете алады. Әр адамның табысқа жетуі өз қолында. Бізге тынымсыз еңбек, ізденімпаздық керек. Креативті ойланатын, жаңалықты үйренетін. Бала жанын сүйетін, түсіне білетін. Баланы жеке тұлға етіп қабылдайтын ұстаз болсақ. Табыс кілті өз